Аңыз болыңыздар, бұл құмырсқа жейтін өрмекші. Және оның өз қорегін аулау әдісі сізді таң қалдырады. Ол құмырсқалар арасында жүріп тәуекелге барады. Себебі оны анықтаса оны өлтіреді. Өрмекші жалғыз жүрген олжасының артынан келіп тістейді. Және сол сәтте удың әсерінен құмырсқа өледі. Енді құмырсқаны алып бұл жерден кету керек. Ол үшін өрмекші өлі құмырсқаның астына кіріп, өзін барынша жасырады. Өзінің қулығының арқасында жұмыс істеп жүрген құмырсқаның кейпіне еніп, күдік тудырмастай етіп олардың алдынан айналып өтеді. Мұртшасындағы құмырсқаның иісінің арқасында оны ешкім анықтай алмайды. Тексерістен аман есен өткен өрмекші түскі асымен бірге қауіпсіз жерге жайғасады. Ол құмырсқаның денесінен барлық шырындарын сорып, тек сыртқы қабығын қалдырады. Осыдан кейін өрмекші өз ұясына ешкім байқамайтындай етіп жасырынады.